Бекболат Исабеков, Қарғын. Роман. Ол кезде жасы 18-ге толар-толмас уылжыған қыз еді. Өмір деген өзінің талпынсаң болды, бар жақсылығын алдына жайып салып тұратын ертегілердегі қайырымды да данышпан қариялардай боп көрінетін. Барлық тәрбиесі дәулетті, шаңырақтың ұл-қызындай, бұл да тек мектеп программасымен шектеліп қалмай, жаратылыстану, ерте дүние тарихы, музыка пәндері бойынша қосымша сабақ алды. Әкесі аудан көлеміндегі басшыларының бірі болып тұрған соң ба, ол өмірдің қабақ шытар өзге мінезінен мүлде аулақ өсті. Оның үстіне Бағиланың өз қабілетіне мұғалімдері жақсы айтып жүрді. Семьяның тұңғышы болған соң, мектеп бітіргеннен кейін әкесі бірнеше күнге уақыт тауып, қызын Алматыға өзі алып шықты. Бағила үйде жүрген кезінде өз әкесін сирек көретін. Ерте кетеді, кеш келеді. Балалармен де сирек кездеседі. Тіпті үйге келген соңда көпке дейін телефоннан түспей, әлдекімдерге нұсқау беріп, әлденелерді түсіндіріп, зекіп жатқаны. Бағила таңғалушы еді. Шынында, ол қай кезде тынығады, қай кезде ұйықтайды. Телефонның арғы басында тұрған адамға кей кезде қатты зеке қалса, жүрегін ұстап, тілінің астына валидол салып, әлден соң барып өзіне өзі келетін әкесіне кейде оның жаны да ашитынды. Бұлардың сабағы ерте басталады. Таңғы 7-де көзін ашқанда әкесінің төсегі әлде қашан суып қалғанын көретін және өз қызметіне жетіп алған соң жолға шығып кетпесе машинасы қайтып келіп қызын мектепке апару үшін есік алдында күтіп тұрар еді. Бағилаға мұның бәрі үйреншікті, осылай болу керек сияқты болып көрінсе де, бертін келе әкесінің жұмысы тіпті ауыр екенін және өмірдің мейірбандығы мен жомарттығы күндіз-түні дамыл көрмейтін осы әкесінің арқасында екенін бірте-бірте ұға бастады. Олар Қазақстан поезының купесіне кеп жүктерін жайғаса бергенде перрондағы каскиін көшіріп келе жатқандай, газет-журналдарын құшақтап, жасы 30-ға тақап қалған ұзын бойлы аңшаң қара торы жігіт бұлардың үстіне кіріп келді де салқын амандасты. Бағила ернін ғана күбірлетіп, сыртта қол қулап тұрған анасы мен інісіне, екі сіңлісіне, бір топ басқа да шығарып салушыларға күлімсіреп бас изеді. Әкесі бейтаныс жігіттің сәлемін алу былай тұрсын, оның бұл купеге кіргеніне таңданып, жүзіне бірнеше секунд тапжылмай қарап тұрды да, «Сіздің орныңыз осында ма?» деп аққұба өңіне қан теуіп. Жігіт бәз-баяғы сабырлықпен шағын столға газет-журналдарын қойып жатып, «Иә, осында. Сіз отырған орын менікі болады», деді езу тартып. Күлкісі де жанары да салқын екен. Тура қараған адамның өңменін суық жанары жуалыздай тесіп өтетін секілді. Ашаң тұлғасында ешкімге бас емес паңдық тәкаппарлық пен ойлылық бір сәтке жалт етіп өткендей болды. Қаратай бейтаныс жігіттің кісіні мақтап тастар сиқыр торына тас қағым сәтке түсіп қалса да, тез тізгінін жиып, қызмет бабы арқылы қанына сіңіп қалған керенау мінезбен орнына тұрып коридорға шығып кетті. «Шамалау-шама, бұл кісі сіздің әкеңіз болу керек», деді жігіт газеттің біреуіне үңіліп, қыз жаққа назар аудармай. «Оқуға алып бара жатыр ғой шамасы. Мұндай кісілер сөз жоқ түсіреді, бірақ оған ұнамай қалғаным анық». Бағила намысты нысанаға ап айтылған мынадай дөкір сөзден жарыла жаздап, ернін тістеледі. Жарылмақ түгіл, жаңқа боп кетсең де, жігіттің мұнымен түк шаруасы жоқ. Әлгі сөздерді газеттен оқып отырғандай, төмен салбыраған басын көтерер емес. Әлгі сөзін бұл қыздың естіп отырғанын, жай ғана естіп емес, қорланып отырғанын сезсе де, сезбегендей қалып танытуды. Бағиланың бейтаныс жігітке деген сонымен бірге алғаш рет сөзге біреуге деген өшпенділігін оятты. Мұндай сөздерді ол өмірінде ешкімнен естімеген және естімегенмін деп ойламағандай еді.
және сол ойламаған нәрсесі тұңғыш рет алыс сапарға аттанып бара жатқан жас қыздың алдынан әдегеннен шыға келуі қуаныш пен бақытқа мас аласұрған баланың көңілге мұз басқандай әсер етті. Ол не деп жауап қайтарарын, тіпті өзін бұдан әрі қалай ұстарын да білмей, өң мен түстің арасында сілейіп отырды да қалды. Бар ойы, бар үміті тек әкесіне тіреліп, оның тезірек келуін, сөйтіп мынадай азапты халден тезірек құтқарып, не болса да сөзімен жаратылысы жиденің қызыл тікенегіндей көрінген мына жігітті өзінен алысырақ алып кетуін іштей тілеумен болды. Қызының осы ойын сезіп, тез арашалап алмақ болғандай, осы сәтте әкесі де купеге кіріп келді. Жалғыз емес, қасында шығарып салуға келген ауданның тағы бір басшысы, вокзалдың бастығы мен поездың бригадирі және бір топ адам дабырлай кірді. Әкесінің бәз-баяғынша өзіне таныс салмақты да паң қимылын көріп, қоңыр даусын естігенде Бағила өзін алынбас қамалға енгендей азапты тордан біржола құтылғандай қуанып, алғаш рет оған деген балалық сезімі, балалық алғысы, балалық ризалығы мен балалық мақтанышы шаңдап бас көтерді. Барлық бала атаулыға тән қасиетпен ол да әкесін жақсы көретін, сыйлайтын, бірақ оны дәл қазіргідей жүрегі лүпілдеп сүйіп, оны іштей мақтан тұтып көрген еместі. Адамға тән қуаныштың қадірі мен қасиетін де алғаш сезгендей болды. Әкесімен бірге еріп келген дүрмек одан мың мәртебе кешірім сұрай отырып, бейтаныс жігіттің басқа купеге ауысуын өтінді. Мына секілді өтініштен гөрі зорлыққа көбірек ұқсайтын сөзден жігіттің өңі сұрлана, анталап тұрған адамға сұқтана қарады. Бұл қарасты ешқашан айтылмайтын, айтылса да ешкімнің ұғалмасын ұғындырған терең мән жатты. Сүйектен бастау алып, жүректен жасанып шыққан сөз бен ой жанарға кеп үймелейде таңдаушысын таба алмаған сөз бойға қайта таратты. Оның жанары төмен түскен, қолы да чемоданға қарай созылам деп ойлаған жұрт аз-кем тынши қалып еді, жігіт асығар сыңай танытпады. Газетке қайтаң күлді. Осы кезде артыс уыз сөзден, орынсыз шудан шошынған вокзалдың тапалдау келген жирен мұрт бастығы Қаратайдың коридорға қайта шығып кеткенін пайдаланып, жігіт құлағына әлдене деп сыбыр ете түсті.